Саламатсыздарбы окуучулар? Бүгүнкү сабагыбыздын такырыбы 5 тас оюнунун чыгуу тарыхы. Сабагыбыздын максаты ултумуздун барлык улттук салт-дастурлөр, мәдениетимизди, улттук рухубузду жаңыртуу. Сөздү зейин коюп тыңдоо, түшүнүү жана огон сайкес турус аракет, кыймыл, ым менен ишараны колдонуу, эс-аракет жасоо. 5 тас оюн эрежелери менен таанышуу. Оюнда дурус ойноо тәсилдерин аныктоо. Мына суретте биз бир топ баланын 5 тас ойноп жаткан көрүнүшүн көрөбүз. 5 тас оюну өтө көне дәврден келе жаткан казак халкынын улт оюндарынын бири. Бул эмгек куралдары агаш, тас, сүйөк болуп келетин гасырларда пайда болгон. Жаш-өспүрүмдөрдөн баштап эресек адамдарга дейин ойнойтун оюн. Оюнга керектүү зат 5 асык немесе кичирээк 5 домалак тас. Казакстан аумагында көчмөндөй тайпалар арасында үлкөндөрдүн эң башта сабагы болгон. Сонымен бірге көшпелі қазақ халқының бірнеше ғасырлар бойы қаймағы бұзылмастан жалғасып келе жатқан ұлттық спорт ойындарының бірі. Ойын мынандай түсіндірме сөздерден құралады: қаршу, жоғары лақтырылған тастарды алақанмен жоғарыдан төмен қуып ұстау; қақпақыл тас, жоғары лақтырылатын тас; жалату, саусақтың басымен жерді жалату, тасты жылжыту; қора, сол оң қолдың бас бармағымен сұқ саусағын жерге тірей қақпа жасап ұстау; құдық, алақан саусақтарын қуыстап ұстау арқылы тастарды құдыққа жинау; нәби, жерге шашылған 4 тастың бірін нәби ата деп атаған. 5 тас көбіне қыздар ойнайтын ұлттық ойын. Ол үшін домалақ ұстауға ыңғайлы 5 тас отырып ойнауға ыңғайлы тегіс жер керек. Ойын негізінен бірнеше сатыдан тұрады: бірлік, екілік, үштік, төрттік, алақан, төрт бұрыш, арттан тастау сияқты, тағы сондай сияқты бірнеше сатыдан тұрады. Бұл суреттерде оқушылардың 5 тас ойынын қалай меңгеріп жатқан көрінісін байқауға болады. Бес тас ойынын халқымыздың асыл мұрасында баланың физиологиялық тұрғыдан жетілуіне ғана емес, қағілез, епті, алғыр болуына себебін тигізетін ойындар баршылық. Өз кезегінде ол дана бабамыздың балаға, оның тәрбиесіне бей-жай қарамағанын, баса назар аударғанын білдірсе керек. Ал бұл ұлттық тәрбие, ұлттық білімнің түп тамыры біз ойлағаннан анағұрлым тереңде жатқан тәрізді. Махмұд Қашқаридың түркі тілдері сөздігі еңбегінде 5 тас ойыны туралы мағлұмат кездеседі. Бұл мағлұматтар арқылы 5 тас ойынының сақындырдан бері келе жатқан ойын екенін көз жеткізуге болады. Ал енді оқушылар бүгінгі сабағымыздың үйге берген тапсырмасын орындауға шақырамын. Үйге тапсырма: 5 тас ойынының шығу тарихы туралы мәлімет жазып келіңдер.